Ал амал құтты болсын, үйге қарындастарым келіп, аға жеңешелеріңіз мәз, жыл көрісіп келіп жатыр. Биыл неше 26-шы жыл Наурыз мерекесі өтті. Аман болайық. Ана жерге Аягөз қарындасым, Айнұр қарындасым, Салима қарындасым, бәріміз осы жиналып шай ішіп отырып. Келгендеріңізге рахмет, Алла разы болсын. Өйстіп, сіздердің енді келгеніңіз маған өзіме, жүрегіме енді жақын адамдар болғасын, кішкентай кезімізден бірге өстік. Енді өздеріңізден бұрын балалық болып, кішкентай кезден бері үйлендік, семья болдық, жұмыс жасадық. Қазір енді орта жасқа келгенде жан-жағымызды қарап, біз сіздің үйдің, сіздің отауымен, сіздің үйдегі ошақпен байланысымыз тығыз. Себебі әкеміз, шешеміз олар туған. Екі жақтан да қарасақ та, біздер қалай болмасақ та туған аға інілдей, қарындас сіңілідей біз жаңа кәдімгідей жақынбыз. Аман болыңдар, рахмет, Алла разы болсын. Үйлеріңізде тек аман болыңдар, семьяларыңызбен бақытты болыңдар. Жылдан жылға осылай келіп, жылдан жылға келе беріңіздер. Өйстіп біздің есік ашық, премиум плазада осындай камера бар. 26-шы Наурыз дейсіз ғой бүгін. Ал жеңешем айтшы. Қорытындылап айтасыз. Ал не деймін ал? Бұйырса бізде бүгінгі күнді көп жоспарлаған жоқ едік. Енді аяқ астынан келіп қалдық. Аға жеңешем, ағам да келдім дегесін қолын алып қалайық, амандасайық. Көптен көрмейміз. Енді жеңешемізді көріп жүрсек те анда-санда ағамызды көп көрмейміз, көбіне жұмыста. Сосын ал жыл мерекеміз құтты болсын, амал мерекесі. Жылымыз құтты, берекелі, молшылығы көп жыл болсын барлығымызға. Ақ дастархан өстіп жайыла берсін үйлеріңізде. Қуанышқа, тойға келе берейік. Дендеріңіз сау болсын, үлкен кісілеріміз аман болсын дейміз. Бастысы. Манадан осы неше сағат, 1-2 сағаттай болды, арқа-жарқа болып біраз әңгіме айттық. Баяғы бала кезіміздегі естеліктерді айттық. Жақсы-жақсы күліп алдық.